Бүгін Сенат ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы заңды қабылдады. Аталған құжат мемлекет басшысының былтырғы жолдауында жүктелген мықты бизнес, мықты мемлекет тапсырмасын жүзеге асыруға бағытталған. Құжаттың мақсаты Қазақстанда кәсіпкерлік сектордың дамуы үшін лайықты негіз қалыптастыру болып табылады. Осы заң арқылы ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен мемлекеттік органдар арасында тиімді іс-қимылды ұйымдастыру қамтамасыз етілуі тиіс. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы континенталдық үлгіде қалыптаспақшы. Палатаның континентальдық үлгісі кәсіпкерлердің жалпыға бірдей мүшелігінде негізделген. Бұл үлгі Франция және Германияда әзірленген және осы күнге дейін көптеген еуропалық елдерде табысты іске асырылып келеді. Палаталар үкімет жанындағы формальды кеңестік мәртебеге ие болады, яғни олардың шешімі үкімет үшін ұсынымды сипатта болады. Ал соңғы сөз үкіметте. Сенат депутаттары осы заңды мақұлдау арқылы аудан-ауылдағы шағын кәсіпкерліктің дамуына үлес қосамыз деп отыр. Кедендік одақтың құрамына кіргелі отандық кәсіпкерлер ауқымды бәсекелік ортаға тап болды. Ал келешекте дүниежүзілік сауда ұйымына кіреміз деген жоспар бар. Солтүстік әлемдік алпауыт кәсіпорындар қазақстандық кәсіпкерлерді ығыстыруы мүмкін. Бұл заң отандық шағын бизнестің аяғына тік тұруына үлкен демеу болмақ. За пятилетнюю эту давность Біз 5 жыл бойы осы заң жобасын талқылауда көп сұраққа жауап алдық. Әрине әр ұсынылған заңға сын айтуға болады. Бірақ бұл заң отандық бизнестің дамуына үлкен үлес қосатынын ұмытпауымыз керек. Ұлттық кәсіпкерлік палатасы төменнен жоғарыға дейін сайланатын, демократиялық кезеңде жұмыс істейтін, өзін-өзі реттейтін, кәсіпкерлікті дамытуға үлкен серпіліс берілетін құрылым болмақшы. Бұл бүгінгі таңдағы уақыттың талабы. Кәсіпкерлікті дамыту елімізде жұмыссыздықтың деңгейін төмендетіп, халықтың әл-ауқатын арттырады. Елдің бюджетін толықтырып, тұрақтылықты нығайтады.